оқушылар, бүгінгі биология сабағын бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын ең бірінші сыныпта жағымды көңіл-күй орнатып алайық. Ол үшін назарыңыз экранда болсын. Бізге біріккен ұжым деген көңіл-күйімізді орнықтыратын осындай бір ойын ойнап жіберейік. Ол үшін бәріміз орнымызда осы топ күйінде тұрамыз. Өз топтарымызды бірге маған қарап бірге жасайық. Бәріміз қолымызды ортаға біріктірейік. Күннің жуағы сияқты. Екінші қолымызды біріктірейік және экрандағы сөзді қайталайық. Асықпаймыз, саспаймыз, керемет көңіл-күймен жаңа сабақты бастаймыз. Орнымызда отырайық. Ең бірінші топтық ережелерді сіздерге түсіндіруге келеді. Ең бірінші сыныптың топ ережесін еске түсіріп алайық. Яғни ол ең бірінші тәртіп. Бүгін сыныпта кім жоқ? Айша? Бәрі сізге жарайды, жақсы. Олай болса сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Назарыңыз экранда болсын. Біз білім энергиясы бойымызды біліммен толтырып қайтайық. Білімнің энергиясымен толтырып қайтайық. Сондықтан білім энергиясы әдісі арқылы топтарға бөлінеміз. Қазір менде осындай парақшалар бар. Осы парақшалардан жайлап келіп аламыз. Біртіндеп аламыз. Келіп. Енді орнымызға барып алайық. Енді балалар маған қараңдар, я? Маған қарайық. Қолымызда не көріп тұрмыз? Жинайтын балымызды көріп тұрмыз, я? Яғни бұл біздің әрбір оқушының жинайтын, бүгінгі сабақтан жинайтын білім қоры балымыз, я? Енді қарайық. Осы бағалау парақшасында білім энергиясы деген қандай түспен тұр? Сол түстегі оқушылар жасыл түстегілер жасыл топқа, қоңыр түстегілер қоңыр топқа, қызыл түстегілер қызыл топқа, көк түстегілер көк топқа отырамыз. Ал тез-тез отыра қояйық. Тез-тез отыра қояйық. Қолымызда бар, яғни білім энергиясы әдісі арқылы топтарға бөлініп алынды. Осы бағалау парақшасына назар аударсақ, 1-ден 10-ға дейінгі сандар берілген. Қазір үй жұмысы бойынша, жаңа сабақ бойынша әрбір орындалатын тапсырмаларға балдар беріліп отырады. Кім қай тапсырманы орындады? Бір ұпай алса, бір птичка құс белгісін қоямыз, немесе плюс белгісін қойып, біздің жоғары қарай көтерілеміз. Түсінікті ма? Бал жинаймыз. Енді олай болса ары қарай жалғастырайық. Үй жұмысына не берілді бізге балалар? Қай тақырыпты өтті? Ағзадағы заттардың тасымалдануы. Олай болса үй жұмысы бойынша қазір мен топтық тапсырма беремін. Жылдам орнын бойынша ойнап осы үй жұмысын қорытындылап өтейік. Бізге осындай тапсырма берілген.
адамның ағзасы, яғни жануарлар адамның ағзасы және өсімдік. Өсімдік пен жануар адам ағзасындағы зат алмасу мүшелерін анықтаймыз және олардың қызметін сипаттаймыз. Мұнда арнайы тапсырмалар бар. Осы тапсырмалар мүшелерді анықтап өз орнына жабыстырып шығамыз. Түсінікті ме? Ал бірлесе орындайық, топ бойынша. Үй жұмысын топ бойынша орындайық. Ал, мұнда тапсырмасы бар. Бірлесе орындайық, мұнда тапсырмасы бар. Топта тәртіпті сақтайық. Топта тәртіпті сақтайық. Балалар, осындай дене мүшелері кездесті, яғни осы дене мүшелердің наклейкасын алып, қажетті орындарынан қойып шығамыз. Және ол қандай зат алмасу мүшесі болып табылады, сипаттаймыз. Ал ондай кесте болдай. Кесте бірнесе орындай. Ал жылдан 2 минуттық тапсырма. 2 минуттық тапсырма. Қазір мен бағдаршамның жасыл түсін жатқан кезде сендер жұмысты тоқтатасыңдар, я? Ол кезде жылдам. Жылдам. Және сипаттап айтып шығамыз. Жоқ, жылдам. Қай топ болайын деп қалды? Біздің уақытымыз өтіп жатыр. Әр топқа мен топты бағалау парақшасын беремін. Айша, кел топты бағалайсың. Топты бағалайсың. Сабина, топты бағалаймыз. Және Мариям топты бағалаймыз. Ол қалыпқа. Ол қалыпқа қай топ болып қалды? Ал енді мен бағдаршамның жасыл түсін жағамын. Сол кезде жұмысты толық тоқтатамыз. Жұмыс тоқталды. Болды. Орнымызға отырамыз. Жұмыс тоқтатылды. Қай топ өз жұмысын таныстырады? Қай топ өз жұмысын? Ал Ильяс айта ғой. Бұл адамның іш құрылысы. Адам қорек арқылы энергия жинайды. Және қорек арқылы энергия жинау арқылы ол қимылдаумен энергиясын құртады. Бұл жүрек. Адамның ең басты өмір сүру мүшесі. Оттек арқылы адам тыныс алады. Және іш құрылыстары, бұл іш құрылыстары, ас қорыту құрылыстары. Бұл жеген қорегін энергияға айналдырады, немесе ары қарай зәр шығару арқылы. Ал мынау ұйқы безі,
және зәр шығару мүшелері. Мынау тері мүшелері. Мынау өкпе мүшесі, ол оттекті көмірқышқыл газға алмастырады. Бұл өсімдіктің іш құрылысы. Жарайды, өте жақсы. Қай топ бұл? Қандай тобының жұмысы өте жақсы талқыланды. Келесі бізде сүрек тобынан Айша түсіндіріп өте ғой. Өсімдікке келейікші, өсімдікке. Ал айта ғой. Бұл бізде оттек. Оттекті қай кезде шығарады ма или жұтады ма оттекті өсімдік? Тыныс алған кезде оттекті не істейді? Жұтады. Сыртқа көмірқышқыл газды шығарады. Дұрыс орналастырыппыз, және мына түтікшелер қандай түтікшелер? Оқушылар бір-бірімізді тыңдайық. Келесі, ал айта ғой. Келесі. Мынау түтікшелер қандай түтікшелер? Флоема және сирема. Яғни тамырдан келген қоректі жоғары көтереді, ал сирема төмен түсіреді. Өте жақсы. Екінші топ сүрек тобы бітті. Тамыр тобына тоқталайық. Нұрдәулетті тыңдайық. Нұрдәулет тұра ғой. Барлығымыз Нұрдәулеттің айтқан жауабы дұрыс па тыңдайық, Мына жақта қорек орналасқан, жақта жүрек орналасқан, жүректің шет жағасында қан тамырлар болады. Қан тамырлар нені тасымалдайды? Қоректі заттарды тасымалдайды. Асқорыту мүшелері, терісі. Теріс арқылы қандай заттарды сыртқа шығарамыз? Су, тұзды заттарды сыртқа шығарамыз. Жарайды, өте жақсы. Және бізде соңғы өзек тобының Мариям айтам дейді. Ал айта ғой, Мариям. Бұл жерде өкпе бар. Өкпе адам тыныс алу мүшесі болып табылады. Ал жүрек арқылы қан айналымы іске асады. Және адамның ішектері. Адам ішектері арқылы адамның ағзасы тамақтары қорытылады. Сол қорытылған тамақтардың қалдығы дәрі арқылы шығып кетеді. Сыртқа шығып кетеді. Өте жақсы. Енді балалар қарайықшы, дескриптор бойынша осы жұмысты орындаған талқылауға қатысқан оқушыларға мынау дескриптор бойынша балл беріліп өтейік, өзіңізге. Бұл егер адамның зат алмасуға қатысатын мүшелерін дұрыс анықтаса 0,5 балл, зат алмасу өнімдерін анықтаса адамның 0,5 балл, өсімдіктің зат алмасу мүшелерін анықтаса 0,5, жалпы 2 баллды құрайды. Топ мүшесі белгілеп отырыңыз, және әр топта, әр мүшеде бағалау парақшасы бар ғой, өздеріңе белгілеп ұрыңыздар, өте жақсы үй жұмысын қорытындылап өтті. Енді біз жаңа сабаққа тоқталайық. Назарымыз экранда болсын. Суретті сөйлет әдісі. Бұл суреттен біз нені көріп тұрмыз? Ағаштың діңін және оның Жақсы бейнеленген. жарайды, жасы және тамыр. Яғни біз бүгін не туралы өтеміз? Тамыр және ағаштың сабағы туралы. Яғни біз бүгін өтетін жаңа тақырыбымыз ағаштың сабағы және тамырдың ішкі құрылысы туралы сабақ өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбына тоқталып өтейін. Сабақтың тақырыбы сабақ және тамыр, сабақтың ішкі құрылысы, қабық, камбий, сүрек, өзек, тамыр аймақтары, бөліну, өсу, сору және өткізу аймақтары. Осы тақырып бойынша біз бүгін білімімізді толықтырамыз. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты тамыр және сабақтың ішкі құрылысын зерттеу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сабақтың ішкі құрылысын қызметін сипаттайды және тамырдың ішкі құрылысын қызметін сипаттауды үйренеміз. Түсінікті ма? Сабағымыздың мақсаты тақырыбы, Келесі бізде тірек сөздер берілген, яғни құпия сөздік әдісі арқылы біз бүгін
жаңа сабақ бойынша жұмыс жасаймыз, иә, балалар? Қандай сөздерді көріп тұрмыз? Тамыр аймақтары, камень, қабық, өзек, тамыр сүрегі, сирек, поэма, сирема. Яғни, бүгінгі жаңа сабақта біз осы тірек сөздермен, кілт сөздермен жұмыс жасайтын боламыз. Олай болса, барлығымыз оқулықпен жұмыс жасайық, иә? Оқулыққа қарайық, жаңа тақырыпты ашайық. Және де осы жаңа тақырып бойынша біз бейне сабақты тамашалап алайық, иә? Мұқият тыңдайық, бейне сабақта бізге нені айтады? Ішкі құрылысын ағаш тілінің көзіне кесінен көреміз. Ішкі құрылысы 4 қабаттан тұрады. Қабық, камень, сүрек және өзек. Қабық сабақтың ең сыртқы қабаты. Қабық, өң, тоз және тін қабаттарынан тұрады. Өң, түссіз жас сабақтардың сыртын қаптайды. Үлкен ағаштардағы өң түлеп түсіп, оны тоз алмастырады. Тоз қалың болса да, ішкі жасушалардың тыныс алуына орын өткізеді. Тоздың ішкі жағында қабыққа беріктік және өткізгіштік қасиет беретін тін қабаты орналасқан. Тін қабатында органикалық заттарды жоғарыдан төменге қарай өткізетін сүзгілі түтіктер бар. Камбий қабықтан кейінгі орналасатын қабат. Жас бұтақтың қабығын сылып тастаса, камбий жасушаларының қабықшасы жыртылады. Қабықшасы жыртылған жасуша ішіндегі цитоплазма мен шырыны ағып кетеді. Сылынған жерді саусақпен сипаса, шырышты дымқыл байқалады. Камбийдің барлық жасушалары бөлінуге қабілетті. Камбий жасушалары қыста бөлінбейді. Көктем шығысымен қарқынды бөліне бастайды. Камбийден жылдық қабаттар түзіледі. Жылдық қабаттар саны арқылы ағаштардың жасына ажыратуға болады. Келесі сүрек. Сүрек сабақтың едәуір бөлігін алып жататын камбийден кейін орналасқан қабат. Жасушалардың пішіні мен мөлшері біркелкі емес. Ұзын жіңішке жасушалар қосылып, түтікше құрайды. Түтікшенің айналысын беріктік қасиет беретін қалың қабықшалы сүрек талшықтары қоршайды. Ең соңғы қабат өзек. Сабақтың орталық бөлімі. Жас өркенде жасушалары тірі болғандықтан органикалық зат алмастырады. Біз түсіндік па, балалар? Жаңа сабақ бойынша бейне сабақтан сабақтың ішкі құрылысы жайында ақпарат білдік. Ары қарай біз қандай тапсырма орындаймыз? Бізге мынандай тапсырма берілген. Қазір топта осы тапсырманы кітаптан оқулықпен жұмыс жасай отырып, топта бірлесе орындаймыз. Топта бұл жерде балалар сендерге сабақтың және тамырдың ішкі құрылысы берілген. Және осы тапсырмаға сәйкес дескрипторлар арқылы бағаланасыңдар. Бұл тапсырмада сендер нені орындайсыңдар? Суреттен сабақтың құрылымдарын анықтайсыңдар, суреттен тамырдың аймақтарын анықтайсыңдар, және тамыр аймақтарының құрылысы және оның атқаратын қызметтері туралы кішкене мәлімет жазамыз, Ал орындайық. Кітаппен бірінші оқулықпен танысамыз, оқулықтағы жаңа сабақпен танысамыз, сабақтың қабаттары және тамыр аймақтары деген тақырыпты ашып, бірінші оқып алайық, түсініп алайық. Содан кейін тапсырманы толықтырып орындаймыз.
жоғарыдағы тақырыппен толықтай оқып түсініп алайық. Өзек дегеніміз не, сүрек дегеніміз не, сабақтың неше қабаты болады, я балалар, я? Тамырдың неше аймағы болады, тамыр оймақшасы дегеніміз не? Қызметтерінде сипаттап жазсақ болады, бірлесе орындайық. Ілияс, көмектес. Бірлесе орындаймыз. Қызметті сипаттадық па? Қызмет, құрылысы, қызметі, өзек қандай қызмет атқарады, тамырдың су аймағы қандай қызмет атқарады, қызметін де сипаттайды. Қызметін де сипаттаймыз, құрылысымен бірге қызметін де сипаттаймыз. Бірге орындаңдар. Қызметін де сипаттаймыз. Ағаш діңінен кесілген сабақтың ішкі құрылысы бар. Осыны пайдаланып айтам десеңдер де болады. Мынадан көрініп тұр, көрініп тұрмас, қабығы қайсы, сүрегі қайсы, өзегі қайсы, ертарыңдар дейін осыны. Күрес болға. Және де бізде мынандай тамырдың өсімдік тамыры берілген. Осы тамырды пайдаланып, біз оның аймақтарын айтсақ болады, Осыны да пайдаланып айтсақ десеңіз де болады. Болды ба? Бағдаршамызды жара берейін ба? Әзірге дайындық белгісін қойып қояйын. Дайындық белгісі. Оқушылар? Мен қай топтың дұрыс орын жазғандарын бақылап жүрмін. Сізге қате болдық, тоқтатайын ба? Бірінші бізде тамыр тобының жұмысы аяқталды. Олай болса мен бағдаршамды тоқтатайын, біздің уақытымыз аяқталды. Жұмыс тоқтатылсын, болды. Жұмысты тоқтатамыз. Жұмысты толықтай тоқтатамыз және бір-бірімізді орындаған тапсырмаларымызды тыңдаймыз, бір-бірімізге баға береміз. Жарайды ма? Өз жұмысымызбен салыстырамыз. Ол үшін біз топтық тапсырмаларды бір-бірімізбен алмасамыз. Дұрыс орындадық па, бір-бірімізді тексеріп шығайық, бір-бірімізбен алмасамыз. Және бір-бірімізге баға береміз. Қай жерде нені қалдырып кетті, Ал қарап шығыңдар, нені қалдырып кетті? Қандай нәрсесі артық екен ол топтың, қандай ақпараты артық екен? Ал қай кемшіліктері бар екен? Бір-бірімізге баға беріп өтіп, және осы тапсырманы ұстамаймыз. Талдап болдық па? Екінші топтың жұмысын талдап болдық па? Талдап болдық, Олай болса қызыл түсті жағайын. Енді тұрып кемшіліктерін және нені
Ал, тұра ғой. Бір-бірімізді тыңдаймыз. Бір-бірімізді тыңдаймыз. Ал, тамыр тобына кім шығады? Тамыр тобына кім шығады? Ал, Аруай. Тыңдай, Аруай өзек тобының жұмысына талдау жасамақшы, иә? Ал, тыңдай. Мына жерде бұл сабақта бәрі дұрыс. Дұрыс демеймін, сен айтып кетейік. Сабақ неден тұрады екен? Мына жер өзек, жүрек, камби және тоз, сосын қабақ. Иә. Қармай жазып Мына жерде жаңа қызметтердің ғанасына, мына жерде қабақ, оқып өтейік, не жазды оқып өтейік. Қабық сабақтың ең сызығы қабасы дейді. камби түзуші ұлпа. Сүрек болса ағаш сабағының негізгі қабаты, ал өзек негізгі қор жинаушы ұлпа. Дұрыс жазған ба? Иә, құрылысындағы ерекшеліктерді дұрыс жазып өткен екен. Енді тамыр аймағына тоқталайық. Тамыр аймағында бір қателік бар, ол сору аймағын Шатастырған. мына жерде тұру керек. Қалған жерлері дұрыс. Өсу аймағы және жасуша тамыр оймақшасын жазып екен. Ол дұрыс екен. Тамыр оймақшасы қандай қызмет атқарады екен? Қорғаныш қызметін атқарады екен. Енді осы топқа сен кері байланыс берші, жұмысын көрдің. Кері байланыстың құрылымы ең бірінші мадақтаймыз, кемшілік тұсын айтамыз және ұсыныс айтамыз. Ол топқа осы 3 бағыт бойынша кері байланыс берші. Қалай мадақтаймыз? Осы жұмысы бойынша. барлығын жақсы біледі. Кемшіліктері тек тамыр аймағындағы қызметтерді кішкене шатастырған. Ұсынысым тамыр аймағындағы қызметтерді толық бір қарап шығу керек. Иә, өзек тобына жақсылап талдау жасап және кері байланыс берді. Жарайды, отыра ғой. Сабина, сен осы жұмыс бойынша өз тобыңда белсенділік танытқан оқушыларға баға бере ғой. Сендер де өз бағалау парақшаларына бағалап отырыңдар. Келесі топтан кім шығады? Мариям шыға ғой. Ал сыртыға шығамыз. Тыңдаймыз. Сендерге қандай баға берген екен? Тыңдаймыз. Иә. Тамыр командасы бүгін дұрыс жазған, қатесі жоқ, бәрінің дұрыс орындаған кемшіліктер жоқ. Ешқандай кемшілік жоқ. Яғни тамырдың неше аймағы болады? Неше аймағы болады? Тамырдың 4 аймағы болады. 4 аймағын дұрыс жазған. Сабақтың неше қабаты болады? 4 қабаты болады. 4 қабатында дұрыс орналастыра білген. Енді осы тамыр тобына кері байланыс беріп кетейік. Бірінші мадақтаймыз. Тапсырманы жақсы істеген, қателіктері жоқ. Кемшіліктері де жоқ. Тәртіпсіз болып отырған жоқ па? Жұмыс барысында. Және ұсынысымыз тағы да осыны қайталап шығу. Тағы да қосымша ақпаратты білу. Қосымша ақпараттар іздеу. Өте жақсы кері байланыс болды, балалар. Және келесі топтан сүрек тобына кім шығады? Ертуған шықса бола ма? Ал шыға ғой. Бұл камби тобының жұмысы. Бір-бірімізді тыңдаймыз, қандай баға беріп жатыр жұмысымызда. Камби тобында сабақты дұрыс, сабақтың ішкі құрылымын дұрыс орындаған. Неше құрылымы бар екен? 5. Қандай қандай? 5 па? 4 па? 4 құрылымы қандай? Тоз бен тін қабатына кіріп кетеді. Және сүрек өзек дұрыс орындаған. Және тамыр аймағында өткізу аймағы ұмытылған. Өткізу аймағы қалдырып кетті. Және жасушаның бөліну аймағы. Және тамыр оймақшасы деп айтамыз. Және жасушаның бөліну аймағы қалдырып кеткен. Жарайды. Және ол топқа қандай кері байланыс береміз? Тамыр туралы
жақсы біледі, бірақ сонда да кемшіліктері бар. Қандай кемшілігі бар? Шатастырған, иә. Аймақтарды шатастырған, иә. Ұсынысын тағы да бір рет толықтырып, қайталап шығу керек. Және де төртінші топ келе ғой. Төртінші топ камби тобы сүрек тобының жұмысын талдайды. Кім шығады? Еркежан келе ғой. Жылдам. Ал. Қайталап. Сүрек тобының жұмысы. Сабақты дұрыс орындаған. Барлығын дұрыс орындаған. Ал тамырда дұрыс, бірақ нашетке Не жазбай кеткен? бұл шетке жаңағы Не жазбай кеткен? Жалпы тамырдың аймақтарын дұрыс орналастырған ба? Дұрыс орналастырған. Ал қызметтерін сипаттаған ба? Қызметін сипаттамапты, иә? Енді кері байланыс берейік. Нені жақсы біледі екен олар? Бұлар сабақты өте жақсы біледі екен, және тамырдың атау есімдерін біледі екен, бірақ қызметтерін сипаттамай кеткен. Иә, ол кемшілік отыр. Ұсыныс осы кемшіліктерін үйреніп, тақырыпты толық оқу керек, өте жақсы, иә. Енді балалар, осы жаңа сабақты толықтырып өтейік, бізде бере ғой. Ал Ертуған, бізде мынандай сабақтың ішкі құрылымын кесіп дайындап алып келді, иә. Ертуған соны талдап берем дейді. Кел, Ертуған. Ал кел, оқушыларға көрсетіп айта ғой. Сабақтың ішкі құрылымы қандай бөлімдерден тұрады екен? Сабақтың ішкі құрылымы төрт бөліктен тұрады. Иә. Олар қабық, сүрек, өзек, сосын камби. Иә, өзек, сосын камби. Қандай қызметтер атқарады? Қабық қандай қызмет атқарады? Қабық сыртында не істеп тұр? Сыртқы ортада қорғаныш. Қандай қызмет атқарады? Қорғаныш қызметін атқарады. Тағы да камби ше. Камби арқылы біз нені біле аламыз? Камби арқылы нені біле аламыз? Нені біле аламыз? Камбиде қандай ұлпалар бар? Айта ғой. Қандай ұлпалар бар камбиде? Түзуші ұлпа бар. Және түзуші ұлпа бар. Соның есебінен ол не істейді? Қабаттан қабатқа кете береді. Ja, қабаттан қабатқа кетеді. Сол қабат арқылы біз нені білеміз? Өсімдіктің. Ішкі жасушасын білеміз. Қабаттар арқылы өсімдіктің неше жыл тіршілік еткен, яғни жасын біле алады екенбіз, иә? Мұнда жасын санап қойшы, неше жас екен? Мынау әр шеңбер бойынша отыра қойып. Дұрыс, өте жақсы екен. Яғни бұл 8 сақинасы бар екен. Демек бұл ағаш неше жыл өмір сүрген ағаш? 8 жыл өмір сүрген ағаш екен, иә балалар, иә? Ең ішіндегі өзек қандай қызмет атқарады? Өзек қандай қызмет атқарады? Қандай? Айта ғой, Айша сүрек тобы жақсы сұрақтарға жауап беріп отыр. Қандай қызмет атқарады? Айша? Негізгі қол жинаушы ұлпа. Иә, негізгі қол жинаушы ұлпа. Отыра ғой. Жарайды, өте жақсы талдау болды, иә? Келесі, балалар, енді біз қазір тағы да бір ойын ойнаймыз. Осы жаңа сабақ бойынша бізге қандай ойын берілген екен? Қарай, экранға қарайық. Қандай ойын берілді? Әр топтан бір оқушы келіп осы ойынды тез орналастырып шықса, иә? Мынау тамырдың аймақтары. Мынау нүктенің үстін басса, не шығады? Астында сөздер шығады. Яғни сол сөздерді дұрыс орналастырып шығуымыз керек. Кім шығады? Жылдан кел, Сабина. Иә. Ең бірінші. Қандай зат екен бұл? Жарайды. Ал, қайдамыз? Қайдам сізге ойлап еді? Иә, келесі отыра ғой. Қазір Жәнібек. Тек қол көтереміз. Суретке қарап отырамыз, қандай атаулар жасырылып тұр. Иә, бас.
қандай аймақ? Сору аймақ екен, жарайды. Ғалымжан, тез-тез келеміз, себебі 2-3 минуттық тапсырма. Тек былай. Өсу аймағы дейді. Айша, келе ғой. Айша. Сабина кел. Ал. Тағы да. Арықтықтан. Кел, Ерасыл. Қазір осы шыққан оқушылар жазған жауаптарын бақылап отырыңдар. Дұрыс жауап бердік па? Дұрыс жауап берсеңдер өздеріне 1 балл бересіңдер. Тағыдай. Ерсін шықсын. Ерсін шықсын. Ал ерсін. Ал. Жоқ. Қайсысын аласың жерма? Басып. Бөліну аймағы дейді. Тағыда. Жоқ, жеңіс шықсын. Жеңіс келе ғой. Осы тапсырмаға берген жауабыңыз дұрыс болса 1 балл қоясыздар. Жоқ. Қайсысын таңдағым келді? Бұл таңдаңыз. Қайсысын таңдағым келді? Ол да таңдалып тұр ғой. Сіз несін дұрыс баспай тұрсыңыз. Енді таңдап. Кетіп қалды. Ал, кел. Ол тез-тез. Қамыр қабығының жасушасы дейді. Тағы да бізде бір сөз қалды ма? Тағы да? Кім шығады? Кім шығады? Кел, Арбой. Кел, Айша. Ильяс қол кешкін сөз қалдың. Ал. Ол белгіленіп тұр ғой. Белгіленіп жүрсің. Ең астында ал. Осы қалып. Апай, осы қалып тұр. Осы сіз белгілейміз. Ал енді тексеріп көрейік, балалар. Апай, енді тексеріп көрейік. Біз шыққан жауаптарымыз дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма? Сору аймағын кім жауап берді, сол бала өзіне 1 балл берсін. Тамыр жүйелерінің даму кезеңдері дегенді кім жауап берді, сол 1 балл берсін. Және жаңа жасушалар деген кім жауап берді, сол 1 балл берсін. Өзіміздің жауап берген нұсқаларымызды білеміз ғой, жақсы. Бұл бізде сабақ пен тамырдың құрылысына арналған ойын тапсырмамыз еді. Келесі мынандай бір ойын ойнап жүрейік. Жылдан тез орындалатын ойын. Екеу ара жүкпен ойнаймыз. Жүкпен ойнаймыз. Қазір мен айтамын, сендер қарап отырыңдар. Жүкпен ойнаймыз. Енді бері қарайық. Маған қараңдар. Түгел маған қараймыз. Біз спиннер ойын ойнаймыз. Қандай ойын? Егер бізге түскен сөзге дұрыс жауап беретін болса, онда біз 1 балл аламыз. Қазір жүкпен бердім, бірінші оқушы спиннерді қолымызға аламыз. Екінші жұбы оны бақылап отырады, Ол дұрыс айналдырып тұр ма, айналдырып тұрған жоқ па? Ал айналдырып тұрған оқушы көзіміз жұмамыз. Түгел көзімізді жұмамыз. Мен стоп дегенде тоқтайсыңдар, жарай ма? Көзімізді жұмып айналдырамыз. Екінші оқушы бақылау, ол дұрыс көзін жұмып тұр ма, Ал айналдырамыз. Спиннерді айналдырамыз. Стоп. Қандай сөз келді? Сол сөз бойынша қазір мен сұрақ шығамын. Кім дайын? Ильяс дайын екен. Ильястан қабық деген сөз шықты. Қабық деген ол өсімдіктің сыртқы мүшесі деп атауға болады. Қабық ол өсімдіктің ішкі құрылыстарын сыртқа шығармайды және сырттан келген зиянды заттардан қорғайды. Жарайды, өте жақсы. Тағы кім дайын? Ал Сабина айта ғой, Сабинаға өзек түсті. Ағаш сабағында. Ағаш сабағында бізде ортасында. Өте жақсы. Тағы да өзек тобынан кім айтады?
Жәнібек айта ғой. Сүрек түсті апай. Иә, сүрек түсті. Бұл ағаш қабығының ортаңғы бөлігі. Иә. Сүрекпен тақтайшадан Жиһаздар жасаймыз. Ең берік бөлімі екен, иә. Сүректі қалай атаймыз? Иә. Ксилема деп атаймыз. Өте жақсы. Мариям. Маған сүректі біз ксилема деп атаймыз. Бұл ағаштың ең қатты қабаты. Бұл сүрек арқылы біз жиһаздар және ағаш столдар, ағаш жасалып бұйымдар жасай аламыз. Жарайды, отыра қой. Еркежан айта қой. Еркежан. Маған өзек деген сөз түсті. Иә. Ағаш сабағының негізгі қор жинаушы ұлпасы ол ағаштың ең ішкі қабатында орналасқан. Өзек көбінесе өзінің түсімен ерекшеленеді. Жарайды, отыра қой. Жалпы біз көп түсіндік, иә, дұрыс жауап бердік деп ойлаймын. Спиннер ойыны қызық болды. Ары қарай келесі сабақта екінші жұмыс жалғастырып ойнайтын болады, иә. Енді қазір қолымызда ұялы телефон бар. Ұялы телефонмен біз бүгінгі сабақты қорытындылап жіберейікші. Ұялы телефон арқылы сіздерге арнайы тапсырма беріледі, иә. Сілтемеге кіреміз, балалар. Сілтемеге кіреміз. Сілтемеге тек өз тобымызды ғана жазамыз. Өз тобымызды. Тамыр тобы, өзек, сүрек және камби тобы. Ол жерде балалар көп жауапты сұрақ бар және шындық жалған сұрақ бар. Тез орындаймыз. 5 тапсырма. Бүгінгі сабақты қорытындылап өтейік. Бүгінгі сабақты. Сүрек тобы бізде бір дұрыс жауап, бір қате жауап. Камби тобында әзірге қате жауап. Тамыр тобында бір дұрыс жауап. Тез орындаймыз. Тез. Сүрек тобында дұрыс жауаптарымыз көбейіп жатыр. Сүрек тобында. Сүрек тобы тез тапсырманы орындады, бір қателігі бар екен. Келесі топ. Тамыр тобында бір қате жауап. Бізде 1 минут уақыт қалды, балалар ойынды тоқтатамын. Болды, балалар. Енді қарай. Дұрыс ұпай жинаған оқушылар сүрек тобы өздеріне 4 балл бересіздер. Әр оқушыға тамыр тобы 4 балл беріңіздер. Камби тобында 2 балл. Өзек тобында әзірге балл жоқ. Осымен бүгінгі сабағымызды қорытындылап өттік. Топ басшысы балымызды жазып отырмыз ба? Олай болса бүгінгі сабаққа кері байланыс беріп өтейік. Бүгінгі сабаққа кері байланыс беріп өтейік. Мен сендердің бағалау парақшаларыңды алып, бүгінгі балдарыңды қорытындылап өтейік. Және үй жұмысына жазып алайық, үй жұмысына. Балалар, үй жұмысына сабақ және тамыр қызметінің ерекшеліктері бойынша Вен диаграммасын толықтырамыз және 64-69 беттегі тақырыптарды оқып келеміз. Бағалау парақшасын маған өткізіңіздер. Және мына кері байланысты тез тақтаға шығып басып өтейік. Егер сабақты түсінсеңіздер, түсіндім. Түсінбесеңіздер, түсінбедім. Тез басамыз. Былай. Астындағы түсіндім дейді. Тез орнында отырамыз, басып түсіндім. Тамыр тобы. Енді қарай кері байланыс бойынша біздің оқушыларымыздың 23 оқушымыз сабақты толықтай түсінікті, 3 оқушымыз түсінікті. Жалпы сабақты үйде тағда бір қарап, қосымша мәліметтер ізденіп келеміз. Енді топтағы бағалау парақшалары бойынша айтып өтейін. Камилада 8 балл бүгін, Ерасылда 9 балл, Айданада 5 балл, Еркежанда 7 балл, Ильяста 7 балл, Нұрлыжанда 5 балл, Сабинада 8 балл,
Аруайда 8 балл, Нұрдәулетте 7 балл, Аманбекте 6 балл, Шұғылада 5 балл, Эсфирада 4 балл. Тағы да келесі оқушы. Айшада 8 балл, Әмірхан Сабинада 7 балл, Ертуғанда 7 балл, Жеңісте 6 балл, Еркебұланда 7 балл. Үшінші өзек тобының оқушыларын бағалап кетейік. Жәнібекте 7 балл, Нұрсұлтанда 6 балл, Мәриямда 7 балл, Ғалымжанда 6 балл, Бектұрсын Шұғылада, Бектұрсын Шалқарда балл жинамапты, біздің сабаққа сәл төмендеу қатысыпты. Сондықтан үйде тақырыпты тоқтап оқып келеміз, сабақ аяқталды, сау болыңыздар.